Тоқаев жайлы жедел хабарлама. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып ұмытпаңыз. Заң бұзған кез келген адам жазасын алуға тиіс. Еліміздің әрбір азаматы өзін қауіпсіз сезінуі керек, дейді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысы өтті. Жиынға президент әкімшілігі мен мемлекеттік органдардың басшылығы, өңірлердің әкімдері, алқа мүшелері, орталық аппараттың басшылық құрамы және аумақтық полиция департаментінің жетекшілері қатысты. Қылмыспен күресу және қоғамдық тәртіпті сақтау аса маңызды міндет. Бұл жауапкершілігі өте үлкен жұмыс. Еліміздің әрбір азаматы өзін қауіпсіз сезінуге тиіс. Ол үшін құқық қорғау жүйесі үйлесімді әрі тиімді жұмыс істеуі қажет. Ең алдымен мемлекетке заң талаптары мүлтіксіз орындалу керек. Заң бұзған кез келген адам жазасын алуға тиіс, дейді президент. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, құқықтық сауаттың төмен болуы жағымсыз үрдістердің белең алуына әкеп соқтырады. Видеомыз кеңінен таралу үшін және қазақстандықтар хабардар болу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.